Сәлем достар, сіздермен бір әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге отбасы банктен ең жоғарғы мемлекеттік сыйлықақыны қалай алу керек екенін айтатын боламын. 2024 жылы отбасы банк арқылы қалай ең жоғарғы сыйлықақы алу керек деген сұраққа келетін болсақ, сіздерге қарапайым жолын көрсетейін. Биыл ең жоғарғы сыйлықақыны алу үшін шотыңызға 738.400 теңге салу керексіз. Бұл 2024 жылдың 30 желтоқсан айына дейін осы соманы салуыңыз керек деген сөз. Сонда сіз шамамен 2025 жылдың наурызына дейін 147.680 теңге алатын боласыз. Ал сіздерге оңай болу үшін ай сайын ең жоғарғы сыйлықақыны алу үшін қанша құйсақ болады деген сұраққа 738.400 теңгені 12-ге бөлетін боламыз. Сонда ай сайын 61.533 теңге саласыз. Не болмағанда домаландырып алғанда 62.000 теңге салатын болсаңыз, сіз бұйыртса ең жоғарғы сыйлықақыны алып тұрсыз деген сөз. Достар, видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы.